Космоэнергетика дегеніміз не? Маған жиі қойылатын сұрақ, осыған мен жауап берейін. Космоэнергетика дегеніміз бұл табиғи энергия арқылы, жиілік арқылы, частот арқылы адамның өз-өзін емдеуі. Космоэнергетика бұл кәдімгі таза физика. Әр жиіліктің өзінің емдейтін аурулары бар, Мысалға соларды айтып кетсем, космоэнергетиканың жиіліктері арқылы адам өз-өзін емдеуге болады. Ең бірінші, мысалға, универсалды канал бар, ол арқылы асқазанның жарасын емдеуге болады, және денедегі күйікті емдеуге болады. Егер бір жеріңіз күйіп қалған болса денеңізде, оны космоэнергетиканың арнайы канал арқылы дәрісіз, шөпсіз емдеуге болады. Мысалға, полиартрит, артрит, аллергия, мысалға, олардың арнайы каналдары бар. Сүйекті емдейтін, буымды емдейтін, аллергияны емдейтін, жүректі емдеуге болады. Әйелдегі гормонды реттеуге болады. Арнайы гормонды реттейтін каналдары бар. Еркектің гормонын реттеп, ер адамдардың қандай да болса ауруларын бәрін емдеуге болады, гормон қалыпқа келтіру арқылы. Тек қана адамды ғана емес, жерге, егінге қолданатын каналдар бар. Үйдегі гүлдеріңізге қолданатын каналдар бар. Денедегі грибоктарды емдейтін каналдар бар. Адамның бойындағы тіл, көз, дуа болса, оны емдейтін арнайы каналдар бар. Шизофренияны емдейтін каналдар бар. Мысалға, адамның бойындағы псориазия, ол өмір бақи жаңағы гормон ішіп емдеп жүреді ғой, солардан құтылуға болады космоэнергетика арқылы. Арнайы махаббат каналдары бар. Үйіңе қорған қойып, үйіңді тазалайтын каналдар бар. Көп адамдар сұрайды, мені емдеп жаңағы үйімді тазалап бере аласыздар ма деп. Космоэнергетиканы оқыған адам өз үйін өзі тазалап, өз-өзін өзі емдей алады. Арақ ішетін адамдар, наша шегетін адамдар, ойын ойнайтын адамдарға арнайы каналдар бар. Егер адамдардың ішкі құрылыстары дұрыс жұмыс істемей, үлкен дәреті жүрмейтін болса, оғанда арнайы каналдар бар. Адамның дене мүшесінде қандай орган бар, соны арнайы емдейтін жеке-жеке каналдар бар. Давление түсіруге болады космоэнергетика арқылы. Космоэнергетика арқылы адамның сахарын қалыпқа келтіруге болады. Тыныс жолдарын емдейтін арнайы каналдар бар. Егер көзіңіз дұрыс көрмейтін болса, космоэнергетикада арнайы көзді емдейтін каналдар бар. Көздің қитарлығын емдеуге болады. Көп адамдар менен сұрап атады, ақша потогын ашасыздар ма, ақша потогын ашасыздар ма деп. Арнайы чакраны ашатын каналдар бар. Сол канал арқылы адам өзінің бойын тазалау арқылы энергияны көтеріп, адам өзінің жолын өзі аша алады. Космоэнергетиканы оқыған адам. Мейір махаббат жетпей жүрген адамдарға арнайы махаббат каналы бар. Сол махаббат каналы ашу арқылы адамның жүрегіне мейір махаббат жіберуге болады. Адамның махаббатын оятуға болады, ол Алланың шексіз мейір махаббат каналы. Егер балдарыңыз телефонға тәуелді болса, не басқа да бір затқа тәуелді болса, сол тәуелділік каналы арқылы, үйіңізді тазалау арқылы, ол баланы телефоннан да айыруға болады. Егер балдарыңыз тәттіні көп жеп, соны тәттен айырамай жүрсеңіз, осы арнайы баланы да тәттіден емдейтін каналдар бар. Космоэнергетиканың каналдары арқылы адамның бойындағы құртты да кетіруге болады, адамның бойын тазалауға болады. Егер адам ашуланшақ болса, оның ішкі тыныштығын орнататын арнайы каналдар бар. Космоэнергетикада арнайы қорған болып жүретін каналдар бар. Ол канал арқылы адам гипнозға кірамайды, не болмаса оған дуа жасай алмайды. Сырттан ешқандай зиянды келтірмейтін қорған болып тұратын каналдар бар. Егер сіздер асыл тұқымды, мысалға жылқыларды бағатын болсаңыз, мысық, ит бағатын болсаңыздар, космоэнергетикада арнайы канал бар, малдарға арналған. Үйіңіздегі малды емдеуге болады, жан-жануарларды емдеуге болады. Космоэнергетикада мысалға қан мен қандай да бір қанда инфекция болса,
қандай да бір қанда мәселе болса, қанды тазалайтын каналдар бар. Космоэнергетикада қандай да бір суды болсын зарядтап ішуге болады, не болмаса оны залыстандырып тазалауға болады. Арнайы отты каналы бар. Ол канал арқылы тек қана ішетін суыңды, тамағыңды ғана емес, отырған үйіңді, жүрген жеріңді тазалап жүретін отты каналдар бар. Егер отбасыңызда ауыр науқастар болса, оларды арнайы оттыгүл деген арнайы каналмен емдейтін арнайы өзінің каналы бар. Егер онкология болса сізде, онда оны сол оттыгүл каналы арқылы негізгі каналдармен қосып, оттыгүл каналын алу арқылы өзіңіз бойыңызға сол ауруларды емдеуге болады. Космоэнергетика арқылы бойыңызды тазалап, энергияңызды көтеріп, өзіңіздің жолыңызды өзіңіз ашқыңыз келсе, өзіңізді танымай жүрсеңіз, бойыңызда биоэнергетика болып, оны дұрыс қолданамай жүрсеңіз, немесе массаж жасайтын болсаңыз, қандай да бір адаммен жұмыс істейтін маман болсаңыз, космоэнергетиканы оқу арқылы өзіңіздің де, өзгелеріңіздің де бойын тазалап, көмектесе алатын маман бола аласыз. Егер космоэнергетика курсын оқыңыз келсе, қызығып жүрсеңіз, онда маған хабарласыңыз.